Жылдам хабарнама, жұлдызды жаңалық. Ассалаумағалейкум армағазақ. Мақпал Жүнісова және оның қызы Мерей арасындағы қарым-қатынас өзгерді. Бұл желіні парттатты. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Мақпал Жүнісованың қызы Мерей арасындағы қарым-қатынас өзгерді. Отандық журналист Мақпал Жүнісова қызымен бірге екенін мәлімдеді. Мақпал Жүнісова қызы Мерей анасымен бірге түскен видеосын жазбадан кейін желідегі жұрттың бұл тақырыптағы талқылау тоқтамайды. Енші бұл видеоны өнер қауымдағы достарына және де жақындарына бұл туралы желіде жарияламауын сұранды. Отандық журналист және радиошы Гүлмира Нәлібай осы әлеуметтік желідегі парақшаларында дәл қазір Мақпал Жүнісова мен қызы бірге екенін айтты. Айналайын қазағым, әнеркесі Мақпал Жүнісоваға қатысты ешқандай жаман ойда қажеті жоқ. Әнеркесі Мақпал қартайып шаршаған шығар. Мақпал Жүнісова апайымызға түсініп жан дүниесімен бөлек мүмкіндікті қолдана тырысайық. Мерей қасында ешқайда кетпеді. Ол ешқайда кетпейді. Тоқтаңыздар, деп жазды желіде журналист Гүлмира Нәлібай. Бұны көрген оқырман бұған қуанышты екенін білдіріп, қуана пікірлерін қалдырды. Бұл бәлкім шындық шығар, бірақ қазақтың ерке ән қызысы Мақпал Жүнісова үбірлі-шүбірлі болсын деген тілектерменен қызына өз тілектерін білдірген.